Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен құрамына ешқандай ұн, жұмыртқа қосылмайтын, пісіруді қажет етпейтін, оп-оңай жасалынатын 5 минутта дайын болатын десерттің рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар осындай печенье қажет. Печеньені дәл видеода көрсетілгендей етіп жақсылап турап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай печеньемізді турап болдық. Келесі кезекте осындай кастрөлімізге шекерімізді саламыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Және де какаомызды қосамыз. Барлығын салып болғаннан соң қасықпен не болмаса лопатканың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте осы массамыздың үстіне сары майымызды салып, газдың баяу отында майымыз ерігенше араластырып тұрамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сары майымыз еріді. Енді осыны аз ғана 5 минуттай суытып алғаннан соң жаңағы печеньеміздің үстіне құйып шығамыз. Жақсылап лопаткамен араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан соң осындай арнайы формамызға саламыз. Мен форманың ішіне осындай пергамент қағазын жабыстырып қойдым. Біздің жаңағы шоколадты десертіміз жабысып қалмау үшін. Егер пергамент қағазы болмаса, жай ғана майлап қойсаңыздар болады. Салып болғаннан соң тоңазытқышқа 15-20 минутқа міндетті түрде қойып алуымыз қажет. Осы десертіміз тоңазытқышта тұрған кезде біз шоколадты глазурымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай 2 түрлі шоколад қажет. Микробалновкада не болмаса, қайнаған судың үстінде ертіп алсаңыздар болады. Көріп тұрғандарыңыздай ертіп дайындап алдым. Аз ғана суығаннан соң жаңағы десертіміздің үстіне ең алдымен қара шоколадымызды, содан соң осы екінші шоколадымызды құйып шығамыз. Ағаш таяқшамен қазір дәл видеодағыдай етіп жасап шықсаңыздар болады. Содан соң келесі кезекте ұнтақтатылған печеньемен жандарын осылай әсемдеп шығамын. Негізі бұл маңызды емес. Печенье бар болса, осылай әсемдеуге болады. Тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің десертіміз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Достар, өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әсел. Баршаларыңызға рахмет.